Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек, бұрынғы Нарынқол ауданында Қарасас ауылында дүниеге келген. Албан тайпасынан Алжан руынан шыққан. Ақынның туған күні жөнінде екі түрлі ақпарат бар. Алайда құжат бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ында тойланады. Екінші ақпарат ақынның анасы Нағиман апа былай деген: Мұқағалиым 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуым мүмкін емес, себебі балам мынау Фиданның есігін ашқаннан біраз уақыттан кейін наурыз тойы болады, наурыз көже жасаймыз деп күтіп отыратынбыз. Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразқан Асқар ақынның екінші туған күніне байланысты мындай сөз айтады. Ал құжат бойынша Мұқағали 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде, сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жастырып алған екен. Азан шақырып қойған аты Мұхамбетқали, әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғыш болған. Оның артында бір қыз және де 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесіне тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі Теңнің қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағын соғыспен қатар өткізгендіктен ақын тағдырының ащы дәмін ерте татады. Неніңді сені аңсаймын, бала шағым. Мұқағали әкесі 1945 жылы Калининград майданда қаза табады. Осылайша Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев туралы бір қысқаша мәлімет беріп өттік. Назарларыңызға алғыс айтамын. Хош, саламатта болыңыздар.